وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ Екі теңіз тең емес дейді. Хаза ғазбун фурат. Мынау тәтті, тұщы дейді. Саиғун шарабуху. Оны ішкен кезіңде өңешіңнен жеңіл өтеді дейді. Тұщы суды айтып отыр. Вахаза милхун уджаж. Ал мынау тұзды, ащы дейді. Екі теңіз. Бұл Аллах Тағаланың жаратып қойған нәрселері бұл нәрсе арқылы құдіретінің белгісін көрсетіп отыр. Мысалы өзі су деген нәрсеге келетін болсақ, мына жер бетіндегі қазір дүние жүзінің күллі жерге қарайтын болсаңыз, бұның 3/2 бөлігін жалпы су алып жатыр. Су арқылы жер өмір сүріп отыр. Жердің өзі осы суға мұқтаж қойған Атағала. Абу Хурайра радиаллаху анху келіп пайғамбарымыздан сұраған кезде: "Я Аллахтың елшісі, мен сізді көрген кезде жаным сондай қуанып кетеді. Көзіме сондай ләззат келеді. Фәби'ни ан кулли шей. Күллі нәрсе туралы айтып бересіз бе маған?" дейді. Күллі нәрсе туралы айтуға көп уақыт керек. Алайда пайғамбарымыз мына сөзбен жауап береді: Күллі шейін хулиқа минал ма. Күллі нәрсе судан жаралған дейді. Күллі нәрсе судан жаралған. Мынау су, адам ойламайды, мына теңіздерді көп қарай бермейді негізі. Тазаландығы метін айтқан кезде негізі бағалы нәрсе. Егер алып қойса, оны су өзде шыңғырады адам баласы. Сулардың өзін айтып отыр. Екі теңіз бір-біріне ұқсамайды дейді, тең болмайды дейді. Сондай заңдылық қойған жердің бетіне. Жаңағы су жердің бетінде, мысалы айтайық, 3/2-сін алып атса, өздеріңіз білетін 5 мұхит бар ғой әлемдегі. Ең үлкені Тынық мұхиты. Ол жалпы судың жарты бөлігін сол алып жатыр өзі жердің бетіндегі. Одан кейін Атлант мұхиты, Үнді мұхиты деген нәрсе бар. Оңтүстік мұхит деген нәрсе бар. Мысалы Антарктиканы қоршап отқан. Сол жақтан батыстың желдері жүреді сол жақта. Батыстан келетін желдер сол жақта жүреді. Ана кезінде пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай: "Нусирту бис-саба." Маған әрдайым жаугершілік замандарда шығыстан келетін желдермен жәрдем беріледі дейді. Ва ухликат адун бит-табур. Ат қауымы батыстан келетін желдермен құртылған дейді. Батыс желдермен деген нәрсе. Күллі нәрсе Алланың ісі жүріп жатыр. Жаңа 5-ші мұхит, мысалы солтүстік мұзды мұхит. Осының барлығы Аталан жаратып қойған нәрсесі. Әрбір мұхитта өзінің бассейнде қаншалаған теңіздер бар. Қаншалаған жаңа теңіздер бар мысалы. Солтүстік мысалы теңізі, ана Балтық теңізі мен Дания бұғазында кездеседі екеуі. Екеуін қарасаңыз, Рахман сүресінде айтқандай: "Мараджал бахрайни." Екі теңізді қоя берді дейді. Бір-біріне қарай қоя берді дейді. Ялтақияни. Екеуі қоя берді де кездеседі дейді. Байнахума барзахун. Бірақ арасына менің кедергі қойып қойғам дейді. Көзбен көрінбейді. Қалай қойылған, ол кедергі қойылғанда не болады? Ля ябғияни. Өте алмайды бір-біріне дейді. Арасы құдіреті. Екеуін бір-біріне қарай қоя бергем дейді. Кездеседі дейді екеуі. Бірақ екеуінің арасында кедергі бар. Екеуінің арасында кедергі бар, екеуі бір-біріне өте алмайды. Мына жаққа өте алмайды, мына жаққа өте алмайды. Оның біреуін жаңа өздеріңізге мен айтып отқандай, Алла Тағала біреуі ащы, тәтті, тұщы, тәтті, екіншісі тұзды, ащы дейді.